Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бізде 2-ші сыныптың математика сабағы, 65-ші сабақ, үй жұмысын 1-ші тапсырмадан 8-ші тапсырмаға дейін бірге бұрындап талдаймыз. Сен бүгінгі сабақта бұрыштарды ажыратуды, көп бұрыштың түрлерін анықтауды үйренесің. 1-ші тапсырма бізде практикалық тапсырма. Практикалық тапсырмада бір парақ қағазды суреттегідей 2 рет бүктейсіңдер. Осылай бүктеу арқылы тікбұрыштың моделін жасайсың. Неше тікбұрыш шықты? Қарама-қарсы бүктегенде 2 тіктөртбұрыш шығады. Оны тағы да бүктейтін болсақ, 4 тіктөртбұрыш шығады. Міне, беттестіру арқылы тікбұрыштар мен тік емес бұрыштарды салыстыр. Яғни бұл жерде тікбұрыштар, мына бірінші тұрған тікбұрыш болады, екінші тұрған сүйір бұрыш, ал доғал бұрыш мына үлкен тікбұрыштан асып кетеді ол. Ол доғал бұрыш болып есептеледі. Тік, сүйір және доғал бұрыштар болады, яғни сүйір бұрыш тікбұрыштан кіші, ал доғал бұрыш тікбұрыштан үлкен болып келеді. 2-ші тапсырмада бұрыштарды салыстыр дейді. Не байқадың? Мына жерде біздерде 3 бұрышты сызғышымыз болса, осылар қойып бұрыштарды салыстыруымызға болады. Бірінші бұрыш, көп нүктенің орнына қоятын сөзіміз бұл тік бұрыш, бірінші бұрыш. Ал екінші бұрыш бізде сүйір бұрыш. Себебі тік бұрыштан ол кіші тұр. Бұл сүйір бұрыш. Екінші тұрған суреттегі ол сүйір бұрыш. Ал үшінші тұрған бұрыш ол тік бұрыштан асып кетті, яғни үлкен болып кетті. Бұл доғал бұрыш болып есептеледі. Міне осылай есіңе сақтап, алдағы тапсырмаларда да оны орындаған кезде осы айтылған ережелерді ұмытпауымыз қажет. 3-ші тапсырмада суретте көрсетілген бұрыштарды сыз дейді. Бұлар қандай бұрыштар? Оларды ата. Дәптелерінің торкөздерін пайдалана отырып, 3 бұрышты сызғышымызды пайдалана отырып, бірінші тік бұрыш сызамыз, ал екіншісі доғал бұрыш сызамыз. Мына тұрған бірінші тұрғаны тік бұрыш, ал екінші тұрғаны доғал бұрыш. Ал мына 3 бұрышты сызғыштың сүйір жерін пайдаланып, мысалы сүйір бұрышты сызуымызға болады. Яғни осы 3 бұрышты сызғыш өте бізге осындай бұрыштарды салғанда көп көмегі болады екен. 5-ші тапсырмаларда, 4-ші тапсырмада төбелері, бұрыштары және қабырғалары бар фигураларды ата. Өзің атаған фигуралардың неше төбесі бар, неше бұрышы бар, қабырғасы нешеу деп сұрайды. Ал бұрыштары да төбелері бар деп біздер бірінші тұрған жасыл түсті 3 бұрышты айтуымызға болады. Оның 3 бұрышы бар, 3 төбесі бар және 3 қабырғасы бар. Ал екінші біздер шаршыны айта аламыз. Шаршы бізде қабырғалары тең, бірдей, 4 бірдей қабырғасы бар, 4 төбесі, 4 бұрыштары бар деп айтуымызға болады. 3 бұрышпен шаршыны атай аламыз. Барлық берілген сұрақтарға сәйкес келетін фигураларға осыны атауымызға болады. 5-ші тапсырмада бізде фигураларды ата дейді. Бірінші фигура бізде 3 бұрыш, екінші фигура 4 бұрыш, үшінші фигура 5 бұрыш, төртінші фигура 6 бұрыш, ал 5-ші фигура тік 4 бұрыш, 6-шы фигура бізде шаршы. Бұлар көп бұрыштар болып саналады. Осы көп бұрыштардың қандай топтарға бөлуге болады дейді. Яғни бұны сабақтың басында айтқандай, тік 4 бұрышты деп бөлуге болады, сосын және көп бұрыштар деп те бөлуге болады. Тік бұрышты көп бұрыштар, тік емес көп бұрыштар деп 2 топқа бөлуімізге болады. Келесі бізде 6-шы тапсырмада есепті шығар дейді. Есепті шығару үшін бірінші есепті мұқият оқып аламыз. Марат шанамен 45 минут, ал Асыл 37 минут сырғанады. Марат Асылға қарағанда шанамен неше минут ұзақ сырғанады? Яғни ұзақ деген көп, артық сырғанады дейді.
Есеп сонда не туралы бізде? Есеп кімдер туралы? Есеп Марат пен Асылдың шанамен сырғанағандығы туралы. Есепте не белгілі? Мараттың 45 минут сырғанағандығы белгілі, Асылдың 37 минут сырғанағандығы белгілі. Есепте не белгісіз? Марат Асылға қарағанда көбірек сырғанаған, ұзақ сырғанаған. Қаншаға сырғанаған, соны табуымыз керек. Мараттың қанша артық сырғанағанын табу үшін біздер қысқаша белгілену құрамыз. Марат Асыл деп алып, Марат 45 минут белгісіз артық минут дейміз, Асыл 37 минут деп алып, 45 пен 37-нің айырмасын азайтамыз. 45 пен 37-нің айырмасы 8-ге тең, сонда Марат Асылға қарағанда шанамен 8 минут артық сырғанаған екен. Міне осылай сұраққа жауап беруімізге болады. Келесі 7-ші тапсырмада теңдеулерді шеш дейді. Бірінші теңдеу қосындыға берілген, екінші азайтуға берілген. 19 пен белгісіз санның қосындысы тең 34-ке. Белгісіз санды табу үшін 34 пен 19-ның айырмасын азайтамыз. 34 пен 19-ның айырмасы белгісіз сан тең 15-ке. Яғни 19 пен 15-ның қосындысы 34-ке тең. Теңдіктің екі жағы да 34-ке тең. 34 тең 34 деп жазатын боламыз. Келесі айырмаға берілген теңдеу 64 пен А-ның айырмасы 31-ге тең. Белгісіз сан А-ны табу үшін 64 пен 31-ді азайтамыз. 64 пен 31-дің айырмасы бізде 33-ге тең. Яғни 64 пен 33-дің айырмасы 31-ге тең деп біздер тексеріп жазатын боламыз. 31 тең 31, яғни екі жағы да 31-ге тең болғандығын көрсетеміз. Толық осылай көрсетіп шығатын боламыз. Келесі тапсырма бізде 8-ші тапсырмаға келдік. 8-ші тапсырмада әр фигураның неше төбесі бар, неше қабырғасы, неше бұрышы бар деп сұрайды. Дәптерге бір доғал бұрышы бар 3 бұрыш және 2 доғал бұрышы бар 4 бұрышсыз дейді. Яғни осы айтылып тұрған берілгендері бойынша біз дәптерімізге жақсылап фигураны сызатын боламыз. Бірінші, әрбір фигураның неше төбесі бар дейді. Бірінші тұрған фигураның 3 төбесі бар, 3 қабырғасы бар және 3 бұрышы бар. Бұл бізде 3 бұрыш. Ал екінші тұрған фигура ол 4 бұрыш. Оның жаңағы 4 төбесі бар, 4 бұрышы бар және 4 қабырғасы бар. Тік 4 бұрыш деп айта алмаймыз. Себебі бір қабырғасы оның доғал бұрыш, бір қабырғасы сүйір бұрыш, екі қабырғасы тік бұрыш болып есептеледі. Сондықтан 4 бұрыш деп атаймыз. Тік 4 бұрышқа жатпайды бұл жерде. Енді бізге бір доғал бұрышы бар, 3 бұрыш және 2 доғал бұрышы бар, 4 бұрыш сал дейді бізге. 2 доғал бұрышы бар. Міне осы ережеге сүйене отырып біздер осы 2 фигураны салуымыз қажет. Құрметті оқырмандар, бүгінгі бізге үй жұмысын бірге орындау сізге ұнаған болатын болса, каналға жазылыңыздар, подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарийге сұрақтарыңызды берулеріңізге болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.